Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, сіздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бірлескен Араб Әмірліктеріне инвестициялар министрі Мұхаммед Аль-Суейдпен келіссөз жүргізді деп хабарлады Түркістан КЗ. Мемлекет басшысы климаттың өзгеруі жөніндегі Бірлескен ұлттар ұйымының негіздемелік конвенциясы тараптарының 28-ші конференциясы аясында Біріккен Араб Әмірліктерінің инвестициялар министрі EDQ Холдинг басқарушы директоры Мұхаммед Аль-Суейдпен кездесті. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Мұхаммед Аль-Суейд екі ел арасындағы инвестициялық ынтымақтастықтың қарқынды дамуына көңілдері толатынын айтып, бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға ерекше назар аударды. Мемлекет басшысы конференция аясында Қазақстан мен EDQ және оның еншілес компаниялар арасында қол қойылған келісімдерді жоғары бағалады. Сондай-ақ екі жақты байланыстардың қазіргі динамикасын сақтауға дайын екенін мәлімдеді. Президенттің пікірінше Eddie Ports Group компаниясының арасындағы тұрақты серіктестік Ақтау және Құрық порттарының Каспий теңіздегі басты теңіз хабына айналдыруда маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар кездесуде президент пен Самұрық-қазына қоры арасындағы бірлескен жобаларды жүзеге асыру перспективалары, сондай-ақ Қазақгаз және Қазақстан темір жолы компанияларының қатысуымен іске асырылатын жасанды интеллект саласындағы стратегиялық келісімдер талқыланды. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда жұмыс істейтін инвесторларға мемлекет әрқашан қолдау көрсететінін айтты. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.